Қазіргі уақыттағы ең бай адам кім екенін айтайын ба? Ол айфоны бар адам емес, ол Гуччи түрлі Луи Виттоны бар қыздар емес. Ең бай адам ол өзінің организміне, өзінің денсаулығына инвестиция жасай алатын, жылына хотя бы 2 рет базовый чекап тапсырып, өздеріне қажетті каждый клеткасына керекті макро-микронутриенттерді қамтамасыз ете алатын дені сау адам болып табылады. Егер сіз өзіңіздің денсаулығыңызға жылына 1-2 рет максималды түрде базовый чекап тапсыра алмайтын болсаңыз, немесе стоматологқа барып тісіңізді қарата алмайтын болсаңыз, онда сізге ойланатын кез келді. Сізге больницаның, түрлі клиникалардың вайбы ұнамайтын болса, онда сіз хотя бы өз-өзіңіздің организміңізге баға алатындай біліміңіз болу керек. Ол білімді мен өзімнің курстарымда сіздерге бере аламын. Осы білімдерді қолдана отырып, сіз өзіңіздің организміңізді қартаюдан алдын алуға болады, немесе түрлі қауіпті аурулар, мысалы қант диабеті, онкологиялық аурулар, немесе жазылуы өте қиын аурулардың алдын алуға болады. Сондықтан да мен сіздерді өзімнің парақшама және өзімнің курстарыма келуге шақырамын.